Уважаемый Олжас, для меня неуважаемый, так как вы не уважаете наш казахский язык. Ары қарай қазақша сөйлеймін, өзіңіз аударып алыңыз. Қазағым кім жүр сенің қамыңды ойлап, бірлікпен тұрушы еді бағым жайнап, Олжас деген басқысымақтың сөздеріне тұрған ай тұла бойда қаным қайнап, тудырған еліміздің резонансын, сатқындар жерімізден тазалансын, қазақтың ана тілін сыйламайтындар ең ауыр үкімменен жазалансын. Бассыздық барма елім бұдан аса, сөздері де екен ғой тым аласа. Олжас, сен ұстап тұрған кім бар дейсің, кете берші Қазақстан ұнамаса. Біздерге жетіп жатыр жолдамаңыз, жауабыңды беремін онда нағыз. Қазақша сөйлегендерге шара қолдану керек деп айттың ба, сол шараны біз саған қолданамыз. Достар, әлеуметтік желіде шу болып жатқан Олжас Байділдиновтың елде қазақша сөйлейтіндер тым көп болып кетті, бір шара қолдану керек дегеніне Димаш Құдайберген өте сауатты жауап берген, әрі бас көтерген ер азаматтардың бірі болды. Былай деп айтады: біз қазақтар әлемнің барлық тілін құрметтейміз, алайда сыйластық алдымен өзіңнен басталуы керек. Ал өзгенің мақтауы үшін өз тілінен ұялатындар сөзінен емес тамырынан айырылады. Олжас, сен сияқты арандатушы жұмысынан қуып шығар деп сенемін. Себебі сен кішкентай қорқақ баласың, қазақ тілінде әдейі жазбадым, себебі сен қазақша түсінбейсің деді. Достар, көрдіңіздер ғой, Димаш Құдайбергенов ақш-та, Нью-Йоркта бүкіл әлемге қазақша ән салдырып жатқанын әлеуметтік желіден көрген шығарсыздар. Біз мына жақта орысша сөйлеп жатырмыз, ал ол әлемде ән салдырып жатыр да. Бұл іспен көрсеткендік пе? Көрсеткендік. Қазақта сөз бар ғой, жылқыда да жылқы бар, қазан аты бір бөлек. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек деп, сол біздің Димаш Құдайбергеновке айтылған сияқты. Қазақтың маңдайына бере салған жігіт Париждің даласын, Францияны тебіренткен әміредей бүгінде әлемді тербетіп жүр. Енді екінші мәселе, енді бұл жерде Димаш Құдайберген шара қолдану керек деді. Шынымен ел ағалары жоғары жақтан мен бәрі жаман деп айта алмаймын. Елге жаны ашитын адамдар да бар. Сол кісілердің құлағына алтын сырға осы Димаштың сөзін бүтін елдің атынан сөйлеп тұрғандықтан осы сөзді ескеріп шара қолданасыздар. Одан артып ештеңе айтпай-ақ қояйын. Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Осы сөз жеткілікті деп ойлаймын. Сенді ме абырой беделіне? Жоқ әлде жағынудың шебері ме? Қазақ тілде сөйлейтіндер көбейді деп таңғалдым шара керек дегеніне. Өз тілін менсінбейтін мәңгүрттердің тайраңдап жүруінің себебіне қазақ тілін керек деп санамаса, ондалардың қазаққа керегіне ағайын. Есімім Бекжан Базарбек, парақшаға жазыла кет, саналы қоғамды бірге құрайық ағайын. Мына Олжас Байділдинов орыстың ертегілеріндегі баба-ягаға қатты ұқсап кететін. Былай дейді, енді Қазақстанда дейді қазақ тілі күшейіп бара жатыр дейді. Мектептерде орыс сыныптарының саны қысқарып, телеканалдар кешкі 6-дан кейін қазақ тілінде көп сөйлейді дейді. Жаңағыдай госканалдардың барлығы мемлекеттік гранттарды ұтатта, жаңағыдай тек қана қазақ тілінде сөйлеуді көбейтіп жатыр деген сияқты осындай былшылдаған әңгімені жіберіп отыр. Енді осы мәселеге кім әлемдік жұлдыз, біздің нағыз елдің болашағына алаңдайтын біздің Димаш Құдайберген, міне жарайсың, 4 миллионнан астам оқырманы бар. Мен әнші едім, мен күйші едім, биші едім, блогер едім, актер едім, басқа едім, спортсмен едім демей, міне елдің болашағына алаңдайтын нағыз саналы азамат. Жарайсың Димаш. Еркебұлан Тоқтар және Алпамыс деген сияқты осы блогерлер, актерлар, боецтер дейікші. Енді Еркебұлан Тоқтар, міне саған міне осы 3-4 күнден бері қақсап жүргенім осы еді ғой. Енді ұсыныс сіздерге осында қоғамдағы мәселені салып отырсаңыздар арасында контенттеріңізде. Ол үшін сіздерді келіп ешкім даттамайды, ешкім құлақтарыңызды кесіп алмайды. Қазақстанда қазақ тілінің көбейіп бара жатыр деген әңгіменің өзі не деген ол сорақы әңгіме екен енді білмеймін. Менің жалпы жеке сөзім қалмады, барлығын енді. То есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят. Вот там стояли перед нами граждане соседних стран,
Они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? А при этом пограничники говорят на русском, то есть китайские пограничники, они спокойно на русском разговаривают, там цель визита, куда лететь и так далее. То есть вот эта сфера, я думаю, она в плане такая идеологическая, она, наверное, да, здесь есть работа над Казахстаном, есть понимание, что из Казахстана, возможно, пытаются сделать очередную антироссию, как это было на Украине. Вот, ну, конечно, что-то нужно предпринимать. Обучение – это менее 30%, то есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно в Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Ну, мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят. Вот там стояли перед нами граждане соседних стран, они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? А при этом пограничники говорят на русском, то есть китайские пограничники, они спокойно на русском разговаривают, там цель визита, куда лететь и так далее. То есть вот эта сфера, я думаю, она в плане такая идеологическая, она, наверное, да, здесь есть работа над Казахстаном, есть понимание, что из Казахстана, возможно, пытаются сделать очередную антироссию, как это было на Украине. Вот, ну, конечно, что-то нужно предпринимать.